Сәлем достар, біз бүгін үй жағдайында қазақша палау дайындайтын боламыз. Ол үшін керекті азық-түліктерді төмендегі описаниеге жазып қалдыратын боламын. Палауға қосатын етіміз егер свежий болса, яғни балғын болса, өте дәмді болады. Ең алдымен етімізді майдалап турап аламыз. Палауға жалпы етті майдалап турамай, ірі-ірі күйінде салып, кейіннен тураса да болады. Бірақ мен бұл жолы майдалап турап алдым. Және сәбізімізді турап аламыз. Одан кейін палауға салынатын пиязымызды турап аламыз. Барлығын дайындап болғаннан кейін біз палауды бастаймыз. Бұл палау өзі ат айтып тұрғандай қазақша палау болғаннан кейін мен бұған мейіз, куркума, ноқат қоспаймын. Ол әрине өзбекше палауда қосылады. Өзбекше палаудың видеосын келесі видеолардың бірінде салатын боламын. Қазанымызға майымызды құйып, оны қыздырып алғаннан кейін туралған пиязымызды саламыз. Пиязды 1 минуттай ғана қуырып, үстіне етті саламыз. Менде бұл жолы балғын ет болғаннан кейін тұздалмаған ет, сол үшін де оған 1 шай қасық тұз салдым. Қуырып жатқанда тұздың дәмі кіру үшін. Екеуін жақсылап қуырып аламыз. Ет балғын болғаннан кейін оны 5-10 минуттай қуырамыз. Келесіде үстіне туралған сәбізімізді саламыз. Сәбізбен етті жақсылап қуырып алу керек. Егер сәбізіміз аз қуырылып қалса, палау піскеннен кейін сәбіздеріміз ірі-ірі болып бадырайып тұрады. Яғни жұмсақ болмай, сәл қатқылдау болып тұрады. Сол үшін оны жақсылап қуырып алу керек. Бұл екі ортада біз күрішімізді 3-4 рет жудық және үстіне жарты литр жылы су құйып қоямын. Сәбізіміз бен етіміз жақсылап қуырылғаннан кейін оны араластырамыз да үстіне 1 литр су құямыз. Және татымына қарай тұз саламыз. Мен бұл жолы етіме 1 шай қасық тұз салдым қуырып жатқанда, және су құйғаннан кейін толтырып 2 шай қасық тұз салдым. Әрине өздеріңіз дәміне қарай саласыздар. Қазанның қақпағын жауып, астын барынша қатты қоямыз. Қалай қайнайды, солай ең аз мөлшеріне қойып, оттың қақпағын жауып, 20 минут 30 минутқа қайнатамыз. Енді біз күрішіміздегі суды сорғытып төгіп, қайнап жатқан судың үстіне күрішімізді саламыз. Отты барынша қаттыға қоямыз. Сәлден кейін су тартылады, сол кезде біз күріштің беткі қабатын араластырып жібереміз. Егер олай жасамаған жағдайда, күріш ала болып піседі. Бес 10 минут тұрғаннан кейін біз күрішті ортаға жинаймыз. Және әр жерін пышақпен піспектеп, кішкене ғана су құйып бұқтырамыз. Айта кететін жайт, бұл палау кемі 8 адамға арналған. Сіздер мысалы 4 адамға дайындайтын болсаңыздар, осы мөлшерді 2 есеге азайтасыздар. Енді астын ең төменгі көзіне қойып, газдың қақпағын жауып, 20 минутқа бұқтырамыз. 20 минут өткеннен кейін газдың астын өшіріп, қақпағын ашпай, тағы да 5 минут бұқтырып қоямыз. Тамақ өзінің демін алу керек. Міне біздің палауымыз да дайын болды. Сіздер де дайындап көріңіздер. Ас болсын.